Айгүл ханым, сізде қантыңыздың қысымы қалай еді? Қантым таңертеңгісін аш қарынға өлшегенде 14-18-ге дейін болатын. Уже қатты уже 22-28-ге барғанда уже инсулин, жаңағы Новомис деген инсулинді берді. Таңертең кешке ал деп. Соны алуға да қорқтым. Bir жағынан қатты 23 жанада 27 болып кеткенде алдым. Ішімен кіндігіме салып түседі, тамақ жеймін, қайттан көтеріледі. Сосын енді инсулин зависимый боласың, алма деп көп адам айтты. Енді денсаулығым үшін уже аяғым қарайып баратқаннан кейін. Көрсетесіз ба? Әжелге болды. Мен аяғым қап-қара болып, мына уже суланған іздері де бар ғой мына аяғым. Енді екінші аяғымда жоқ болған, уже екінші аяғымның аяғыма дейін кетіп баратты. Сол осы жерге келгенде суланып уже қап-қара сысып кететін аяғым. Содан енді осыны білмеймін, үйге бардым сияқ орынды ішіп алдым, инсулинімді салып алдым. Мен сізге инсулин зависимысыз ба деп айттыңыз ғой, сол енді начинающий нетем деп. Сөйтіп жүргенде енді настелканы балам алып берді, наверное. Ұлтарақты? Ұлтарақты. Үйде де, киім жүрсем де, жатарда да носкидің былай скотчпен байлап қойып киіп жүрмін. Жатарда. Скотчпен байлайтын қажеті жоқ, носкидің ішіне салып қойсаңыз болады. Носкисіз жата алмаймын ғой, носки шешіп тастаймын. Осыны киіп жүрдім. Уже 4-ші күн таңертеңгісін өлшесем 5. Егер сенбесеңіз, ертең түсіріп, түстен кейінде қанша тамақ ішінде деп көрсетіп жіберейін. 5, 6, ең кеткенде 6-2, 5. Енді диетада отырған жоқпын. Қазір кішкене толып, бетім ажарланып, әйбет болып. Мә, саған Астана жағады екен деп туған туысқандарым сөйтіп жатыр, кішкене вес алып. Мен 85-90 килограмм болғанмын. Қазір қанша салмақ? Қазір 69-ға түсіп қалдым сол сахардан. Енді кеше қарасам 72 килограмм екен, масқара, ару керек маған. Жақсы, Алла шипасын берсін. Бұл Айгүл ханым Астанаға келіп ем тауып отырсыз да? Иә, сахарым кетті, давлением жоқ. Давлением жаңағы коронин 10 ішем. Давление, еще жүрегім қағатын. Осы Құдайға шүкір, машалла. Сізге көп-көп рахмет. Жақсы, Алла шипасын берсін. Құдайға шүкір, мыңда бір рахмет. Бұл біздің Веда компаниясы.